Күріш суы табиғи пробиотик. Күріш суы күрішті қайнату немесе өңдеу кезінде алынатын сұйықтық. Ол дәстүрлі түрде тамақтану, медицина және сұлулық саласында қолданылады. Сәлем оқырман, бүгінгі тақырып күріш суының пайдасы жөнінде болмақ. Арнаға тіркеле отырыңыз. Күріш суы оның құрамындағы пайдалы заттар мен минералдардың арқасында көптеген денсаулыққа пайдалы қасиеттерге ие. Күріш суының дайындалу әдісі. Күріш суын жасау үшін күрішті суға салып қайнату керек. Дайындалғаннан кейін күріштен алынған сұйықтықты сүзіп қолдануға болады. Күріш суындағы пайдалы құрамдас бөліктеріне тоқталатын болсақ, оның құрамындағы маңызды компоненттер мыналар. Бірінші, витаминдер. Күріш суында В9 витаминдері В1, В2, В3, В6, В9 витаминдері кездеседі. Олар метаболизм, энергия өндіру және жүйке жүйесінің денсаулығы үшін маңызды. В1 тиамин энергия метаболизміне қатысады, жүйке жүйесінің функциясын жақсартады. В2 рибофлавин ас қорыту жүйесін қолдайды, тері мен көздің денсаулығына пайдалы. В3 ниацин холестерин деңгейін реттеуге, ас қорытуды жақсартуға және теріні ылғалдандыруға көмектеседі. В6 перидоксин иммундық жүйені нығайтады. В9 фолий қышқылы жасуша өсіру мен бөлінуіне, әсіресе жүктілік кезінде маңызды рөл атқарады. Екінші минералдар кальций, магний, темір және фосфор секілді минералдар сүйек денсаулығын, жүрек функциясын және жалпы физикалық әл-ауқатты қолдауға көмектеседі. Кальций сүйектер мен тістердің денсаулығын қолдайды, қан ұю процесіне қатысады. Магний бұлшық функциясын, жүйке жүйесінің жұмысын және энергия өндірісін қолдайды. Темір қан өндіруге және оттегіні тасымалдауға қажет. Фосфор сүйектердің құрылымы мен энергия алмасуына қатысады. Калий дене сұйықтықтарының теңгерімін ұстап тұрады, жүрек функциясын реттейді. Натрий дене сұйықтықтарының тепе-теңдігін сақтауға көмектеседі. Күріш суында кездесетін антиоксиданттар, амин қышқылдары және басқа да пайдалы заттар денсаулыққа елеулі әсер етеді. Міне олардың рөлі мен пайдасына тоқталайық. Антиоксиданттар организмдегі бос радикалдардың әсерін азайтуға көмектесетін молекулалар. Олар клеткалар мен тіндерді қорғайды. Ерте қартаю мен әртүрлі аурулардың пайда болуына жол бермейді. Күріш суында кездесетін антиоксиданттардың негізгі рөлдері: қабынуды азайтады. Антиоксиданттар қабыну процесін төмендетуге көмектеседі. Бұл жүрек қан тамырлары, диабет және қатерлі ісік сияқты аурулардың алдын алуға ықпал етеді. Иммунитетті күшейту. Антиоксиданттар ағзаның қорғаныс жүйесін нығайтады, ауруларға қарсы тұру қабілетін арттырады. Терінің денсаулығын сақтау. Антиоксиданттар терінің ерте қартаюын тоқтатады, терінің серпімділігі мен ылғалдылығын жақсартады. Екінші, амин қышқылдары. Амин қышқылдары белоктардың құрылымдық элементтері және дененің түрлі функцияларына қажет. Күріш суында кездесетін амин қышқылдарының рөлі тіршілікті қамтамасыз ету. Амин қышқылдары жасушаның өсуіне, қалпына келуіне және энергия өндіру үшін қажет. Иммундық функцияны жақсарту. Амин қышқылдары иммундық жүйенің дұрыс жұмыс істеуін қамтамасыз етеді, ағзаны инфекциялардан қорғайды. Энергияны арттыру. Амин қышқылдары спортпен айналысатындар үшін энергия деңгейін арттыруға және бұлшықет массасын сақтауға көмектеседі. Крахмал. Күріш суында кездесетін крахмал маңызды энергия көзі және денсаулыққа пайдалы қасиеттері бар табиғи зат. Крахмал күріштің негізгі компоненттерінің бірі болып табылады. Ал күріш суы арқылы алынған крахмалдың артықшылығы мыналар. Бірінші, энергияның жылдам көздері. Крахмал күріш суындағы негізгі көмірсу. Ол ағзаның қажетті энергиясын қамтамасыз етеді. Крахмал баяу қорытылады. Бұл энергияның тұрақты және ұзақ уақыт бойы қамтамасыз етілуін қамтамасыз етеді. Оның арқасында шаршау сезімі азаяды. Екінші, ас қорыту жүйесін жақсарту. Крахмал ас қорыту жүйесінің функциясын қолдауға көмектеседі. Ол ішектегі пайдалы бактериялардың пробиотиктер өсуін ынталандырады, ас қорытуды жақсартады және ішек флорасын теңестіруге ықпал етеді. Күріш суы асқазанды тыныштандырады, ас қорытуды жеңілдетеді. Ондағы крахмал мен су ішек флорасын қолдап, іштің ауырсынуын және қыжылын жеңілдетеді. Қоректік заттардың сіңуін жеделдету.
Крахмал әсіресе табиғи формада басқа қоректік заттардың, витаминдер, минералдар сіңуіне ықпал етеді. Бұл әсіресе асқазан ішек жолдарының денсаулығы үшін маңызды. Иммундық жүйені қолдау. Крахмалдың кейбір түрлері ішек флорасына пайдалы әсер етеді. Бұл иммундық жүйені нығайтуға, қабыну процестерін төмендетуге, ауруларға қарсы тұруға көмектеседі. Теріні ылғалдандыру. Крахмал теріні ылғалдандыру қасиетіне ие. Күріш суын тері күтімінде пайдалану теріні жұмсартып, ылғалдылықты ұстап тұрады. Нәтижесінде тері сау әрі серпімді болады. Гликемиялық индекс. Күріш суындағы крахмал гликемиялық индексі төмен, яғни қандағы қант деңгейінің тез көтерілуіне себеп болмайды. Бұл әсіресе қант диабетімен ауыратын адамдар үшін маңызды. Тері тітіркенуін азайту. Күріш суы терінің тітіркенуін жеңілдетеді, экзема және дерматит сияқты проблемаларды емдеуге де тиімді. Салмақты бақылау. Күріш суы жеңіл, бірақ тойымды сусын, яғни тамақтану кезінде ұзақ уақыт тойып жүруге көмектеседі. Бұл артық калориядан аулақ болуға ықпал етеді. Гидратация, су балансы. Күріш суы сұйықтықты қалпына келтіруге көмектеседі. Бұл дененің сусыздануын болдырмауға ықпал етеді. Ол физикалық белсенділік кезінде ішіп тұру үшін тамаша таңдау. Тыныштандырушы әсер. Стрессті жеңілдету үшін күріш суы жүйке жүйесін тыныштандыруға көмектеседі, стрессті жеңілдетеді. Оны ыстық күйінде ішу релаксацияға ықпал етеді. Келесі күріш суымен жасалатын рецепттер. Бірінші, күріш суынан смузи. Күріш суын жемістермен араластырып, дәмді әрі пайдалы смузи жасауға болады. Екінші, сорпа. Күріш суын сорпаларда негіз ретінде қолдануға болады. Үшінші, косметикалық маскалар. Күріш суы тері күтімінде қолданылатын маскалар жасау үшін пайдаланылуы мүмкін. Күріш суының пайдасына қарамастан оны шектейтін кездерде болады. Егер сізде аллергия болса, күріш суын қолданудан аулақ болу керек. Дәрі-дәрмектермен өзара әсері. Күріш суы кейбір дәрі-дәрмектермен өзара әрекеттесуі мүмкін, сондықтан дәрігермен кеңесу ұсынылады. Күріш суын дайындау рецептісі. Оған қажетті ингредиенттер: 1 стакан сүт, 4 стакан су. Қажет болса су мөлшерін өзгертуге болады. Дайындау әдісі. Күрішті дайындау. Алдымен 1 стакан күрішті ағынды сумен жақсылап жуып алыңыз. Бұл күріштің бетіндегі артық крахмал мен шаңды жуу үшін қажет. Екінші, суды қосу. Жуылған күрішті 4 стакан суға салыңыз. Егер сіз дәмді күріш суын қаласаңыз, судың мөлшерін азайтып, 2-3 стакан пайдалануға болады. Үшінші, қайнату. Күріш пен суды кастрюльге салып, жоғарғы температурада қайнатуға қойыңыз. Төртінші, төмен температурада пісіру. Су қайнағаннан кейін отты орташа немесе төмен деңгейге қойып, кастрюльдің қақпағын жабыңыз. Күрішті 15-20 минут бойы баяу отта пісіріңіз. Осы кезеңде күріш суға дәмі мен пайдалы қасиеттерін бере бастайды. Бесінші, сүзіп алу. Уақыт аяқталған соң кастрюльді оттан алып, күрішті сүзіп алыңыз. Сүзгі немесе дәкенің көмегімен күрішті бөліп, тек сұйықтықты алыңыз. Айта кететін бір жағдай, күріштің пайдалы қасиетін сақтап қалу үшін ыдысыңыз сталь немесе сырлы болған абзал. Алюминий кастрюльге қайнатпаңыз. Алтыншы, суыту. Күріш суын бөлме температурасына дейін суытыңыз. Күріш суы дайын. Жетінші, сақталуы. Күріш суын таза, жабық контейнерде тоңазытқышта 3-5 күн бойы сақтауға болады. Оны кез келген уақытта пайдалануға болады. Қосымша кеңестер. Дәм мен пайдалы қасиеттер үшін күріш суына дәм беру мақсатында лимон шырыны немесе бал қосуға болады. Күріш суы тек физикалық денсаулыққа ғана емес, сонымен қатар көңіл-күй мен эмоционалдық денсаулыққа да оң әсер етуі мүмкін. Бірінші, тыныштандырушы әсер. Стресс пен алаңдаушылықты азайту. Күріш суының жылы түрі әсіресе термиялық әсер еткенде жүйке жүйесін тыныштандыруға көмектеседі. Бұл стресс деңгейін төмендетуге және эмоционалдық тепе-теңдікті сақтауға ықпал етеді. Тыныштандырылатын сусын. Күріш суын таңертең немесе кешке ыстық күйінде ішіп, күнде жайбарақат бастаңыз немесе жатыңыз. Қорытындылай келе, күріш суы табиғи, пайдалы және жеңіл дайындалатын сусын. Денсаулықты жақсартуға және тері күтімінде тиімді құрал. Оны күнделікті рационыңызға енгізу арқылы оның
артықшылықтарын толық пайдалана аласыз. Сұрақтарыңыз болса, пікір қалдыра кетіңіз және арнаға жазылуды ұмытпаңыз. Арнада келесі пайдалы видео сары майдың пайдасы жөнінде болмақ. Арна пайдалы болса, әлеуметтік желі